адай күйі міне басы. Санаймыз. 1, 2. Астынан екінші пернені басамыз міне. Бірінші перне мынау екінші перне. Басамыз да төмен қағамыз. Сосын жібереміз. Жоғарыға тартамыз. Қайтадан қайталаймыз соны. Сонда 4 қағыс болды міне. Жібереміз. Тағы да. Әр қарай міне. Жаңағы екінші пернені басып тұрамыз. Төменге. Жоғарыға. Сосын жібереміз. Ашық. Ең соңында ештеңе баспаймыз. Басынан бастап тартайын міне. Көрдіңіздер ме, мына екінші пернені бастым міне. 1, 2 міне. Төмен, қаттырақ басыңыздар, сол кезде дыбыс жақсы шығады. Төмен, жібереміз жоғарыға. Қайттан мынау төменге. Жібереміз жоғарыға. Сосын төмен, жоғары. Сосын ештеңе баспаймыз. Бұлай сұқ саусақпен төменге, бас бармақпен жоғарыға тартамыз. Сонда бұлай болды міне. Төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, сосын 3 жоғары. Сонында соңғы қағыста ештеңе баспаймыз. Осылай үйреніп алсаңыздар, сандар арқылы үйрену өте оңай. Енді әр қарай келесі сабақта осылай тағы да сандармен үйретем. Кім үйреніп алды, комментарийге жазыңыздар, үйреніп алдым деп. Қайттан асықпай көрсетейін енді, жақсылап түсіну үшін. Осындай міне әуен шығады қосып ойнаған кезде.